Ал кейін мына олы билеушілер дүниеден өткен соң, Әбілқайыр менен Абылай кеткен соң, олардың ұлдары баяғыдай өзінің әкесі сияқты болмай шықты. Енді Россияға арқа сүйеп қалдық қой. Россияда ол кезде дипломатияның бізбен қалай жұмыс істеу керек екенін біледі. Біздің шен құмарлығымыз, атақ құмарлығымыз әрбір сұлтан ханымызға шен берді. Ақшалай жылына мысалы 600 рубльдей кім еді? Кіші жүздің ханы Нұралы еді, соған 600 рубль айлық төлейтін. Сұмдық ақша ол кезде 600 рубль деген. Міне, өстіп шен шекпен беріп қарата бастады. Сосын ақырындап екінші кезеңге өтеді. Военно-казачья колонизация дейді. Әскери отарлау. Ал енді әскери бекіністер сала бастайды. Қазақтардың келе бастау сол кез ба? 1870 жылға дейін военно-казачья колонизация дейді ғой. Бекіністер салды. Сол бекіністерде орыс әскерлері тұрды. Жер тапшылығы күшейе бастады. Басында жаңағыдай кіші жүздің рулары, орта жүздің рулары, Семей, Ертіс бойындағы, Жайық бойындағы неше түрлі бекіністер салынған линиялар дейді, соларменен соғысты. Бұл 18 ғасырдың уже екінші жартысы, 1753-57 жылдары Сырымбатовтардың көтерілісі сол кезде, көтеріле бастаған кезде орыс казактарымен бекіністерменен соғысы. Военно-казачья колонизация Қазақстанды айналдыра келіп қоршап бекіністер салып тастады ғой. Мойныңа жаңағы қыл арқан түскендей тырп еткізбеді. Біз көп жағдайда 19 ғасырда Қазақстанға келген орыс украин шаруаларының санын айтамыз, 600 мың адам кепті деп. Әскерилерді санамай қалады екенбіз. Миллионның үстінде әскер ұстады. Батыс Сібір, Жетісу, жалпы Сарыарқаны ұстап отыру үшін Қазақты. Әрине оның бәрі қырғын соғыспенен, жаңағыдай көтерілістерменен жүрген дүние. Әзірше келіп жатқан әскери адамдар, казачество дейді ғой, бұлар сословие, әлеуметтік топ. Патша өкіметінің қызметіндегі қол шоқпары. Бүкіл Сібірді, бүкіл Орта Азияны жаулап берген кім? Казактар. Әлі күнге дейін формасын шешпей жүр ғой. Россияға қызмет етеміз деп қойып. Міне, военно-казачья колонизация әскерменен бізді басып тастады. Ал одан кейін не істеу керек? Хандық билік жойылып жатқанын көріп отырмыз. Дәстүрлі билік әлсіз бола бастады. Бір кезде Россия империясының ойына мынандай идея келеді. Осы хандық билікті неге алып тастамаймыз? Сөйтіп 1822-1824 жылдар Сібір қырғыздары туралы жарлық және Орынбор қырғыздары туралы жарлық іске асады. Сібір қырғыздарыңыз орта жүзге байланысты, Орынбор қырғыздарыңыз жарлығы кіші жүзге байланысты. Жаңа хандардың бәрін алып тастайды. Аға сұлтандар қалады әзірше. Бара-бара аға сұлтандардың да қызметін. Аға сұлтандар кім баяғыда? Шыңғыс тұқымдары ғой, хан әулеттер. Оларды алып тастап қара халық